Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Сейдахмет достар. Бүгін бізде бомбический видео болады. Біз дейтін бүгін футболшы болып топыр алуға тырысатын боламыз. Неге футболшы болып топыр аламыз? Өйткені Лусио дейтін футболшы персонаждың үстіне біз дейтін жаңадан шыққан топовый футболкамен топыр алатын боламыз рейтингте. Маған осы топ прям офигительный офигенный по осы топ прям топ футболканың бірі түсті. Бұл дейтін колумбический кофе дейді, колумбияның кофесі дейді. Понятно, типа Колумбияда кофе шығады, и поэтому его назвали так, да? Осылай атап кеткен екен. Енді дейтін достар, бүгін бомбический прям сетім қалай достар, сетім қалай әдемі. Біз дейтін бүгін футболшы персонажбен футболкамен және футболдың футболкасы және де топ сетпен бүгін дейтін рейтингті жаратын боламыз. Ал енді сіздерден мен күтемін, лайк күтемін достар. Коммент жазыңыздар, тағы подписка жасаңыздар. Әне подписка керек маған достар. Давайте 100 подписчикке жеткізіп, потом дамимыз ары қарай. Сіздермен болған тағы да Сейдахмет. Кеттік, рейтингте кездескенше. Кеттік. Просто кеттік. Шашатын боламыз. Қазір шипартқа түсем. Менің жоспарымда шипарт бар. И потом голубой зонаны ултать етемін. И красавать етіп болса да хотя топыр алу керек. Қиыны болды. Өйткені бутылка жоқ. Қалай болса да енді. Гарена дұрыс ойлайсыздар. Мен ойымша дұрыс демеді. Өйткені бутылканы жақсы үйреніп келе жатқан адамдарға ол. Бутылка дейтін Free Fire'дың мәні сияқты болады кезінде. Қазірде мәні сияқты, өйткені прям жестко жасап тұр. Ойлаңыздаршы, без бутылки играть, это сложно из сложных. Короче, так, лут нормально, в принципе нормально. И кеттік. Так, достар, мен сіздерге жалынып сұраймын, лайк, подписка. Плюс өз ойларың, өздерін өзбекше сөйлеп кеткен сол. Менде өзбекше не бар, жаңағы акцент бар, өздер. Короче, дробаш. Так, короче, вот. В общем, сол, достар. Видео ұнамаса да вообще-то лайк басып қолдап кетіңіздер. Ютубта дамыған келіп жүр. Лайк жас, короче. Солай, достар. Рисовать етпен топ бір алып тастайық. Қалай болмасын. Так. Үшінші бронежилет, үшінші шлем, тағы басқалар. В общем, дейтін кетті енді. Футболканы түсірдім, қуанып тұрмын, вообще жаман қуанып. Бірақ та адам болған соң бәріне де жалғасын, жалғатындар болады. Жалғатындар болар емес, енді бәрі жалғат, прям бәрі. Жалықпайтын адам болмайды. Мысалы, сіз айтуыңыз мүмкін, балалар, Free Fire'ды балалар көбіне. Айтуларыңыз мүмкін былай. Мен бұл футболканы алдым, енді үстімнен шешпей ойнаймын. Типа, үстімнен шешпей дегенде персонажын үстімізден шешпейді. Солай шешпей ойнаймын деп жоқ, олай болмайды. Адамсың, сосын сен бәрінен жалғасын. Стенку және бірге бір ойнатқанда кезде. Бір оқтан атып, типа, стенку қойып, алға да, слева меня. Так, шықсаш болғым. Қазір мен жатып. Юзать етіп алайыншы. Кстати, ура! Понятно. Бейшаралар бір-бірін өлтіріп тастап болды. Че там, ты хочешь со мной, что ли, сразиться? Давай. Не смей тянуть. Ура! Ой! Эй, досталка? Мені тастап қойды, кетіп бара жатсың. Тағы адам, прикиньте.
адам. Ля просто, почему вы такие скучные, а? Так. Бот болып өлтіріп кеткенсің ғой. Бот болып өлтіріп кеткенде не? Бот сияқты бір орында тұрдым да, ананы күтіп ше, потом өлдірдім. Үйге кіріп алайық, опасно мына жер. Үйге кіріп алдық енді. Мен ана баланың қайда кеткенін білмей алмын. Граник! Граник, достар. Класстастар де. Артынан біреу атты. Короче, мен бұларды күтіп аламын. 6 адам қапты. Ешқандай сасқалақтаудың қажеті жоқ. Себебі сасқалақтасақ адам дейтін. Үшім сасқалақтасаң өлдім дей бер деген ол. Оттяжку. Возьми мою оттяжку, хажи, похавай мою оттяжку. Өлді. 3 адам қалды. Откуда он стреляет? Вообще-то откуда он? Я не понимаю, ребята, почему? Так. Я не понимаю. Вообще не понять. Непонятие. Короче. Вот. Так, достым, абрикостым. Ойшым. Дейтін топыр аламыз қазір қараңыздар. Топыр алуға тырсам вообще-то. Топыр алмай қалсам енді еңіреп жылайтын болатын шығармын, өйткені қараңыздар. 4-ші броник, максимум броник, прям максимум. О, адам. Атпаймыз, атудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Атамыз. Атпасақ болмайды. Қашты ол. Қашқанда жоқ, қашпады ол. Ну нахер деп кетті. Атыспаймын деген сияқты. Ой, бұл сары қыз дейді. Ой, кешірші қыз. Қыз екен, қыз бала екен. Кешірші. Мен өлтірем деп ойламадым сені, бауырым. Қарындасым демеше. Сары қыз дейді. Сары қыз деген қыз болуы мүмкін екен, әбден өткені. Ондай никтарды қыздар ғана қояды, дұрыс па? Оу, топпер! Достадық, топпер алып бердім. Так, эмоцияны изучить жібереміз. Машинаға отырып жібереміз. Деп стенкаға отырып қойып жібереміз. Все, достар, осымен видео тамамдалды. Егер видеоны ұнаса, лайк басыңыздар, обязательно коммент жазыңыздар. Әрине, одан кейін подписаться етіңіздер. Мен 100 подписчикке жеткім келеді. Немесе одан да көп. Сондықтан тіркелеміз, лайк басамыз, коммент жазамыз. Енді сіздермен болған мен Седақ Ахмет. Аман, қош, сау болыңыздар. Пока-пока, чао.